Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сумен жасалынатын және ажурный болып пісетін блиныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сонымен қатар бұл бір жасағаннан шығатын болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Одан кейін жақсылап араластырып, 250 мл бөлме температурасындағы суды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суға содан саламыз, жарты шай қасық. Сол кезде ол суға салғанда реакция береді. Яғни бұл дегеніміз блиныйда соданың дәмі шығып тұрмайды. Соны құямыз. Одан кейін тағы да жақсылап араластырамыз және осындай болады, сұйықтау болып келеді. Одан кейін тағы да ажурный болып пісудің тағы бір құпиясы бұл блинницамыз қатты қыздырып барып құюымыз керек. Менде қатты қыздырып алдым. Осылай құямыз. Қарасаңыздар, уже жаңағы тесіктері білініп шығып жатыр. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Осылай мен барлық блиныларды пісіріп алдым. Міне өте әдемі, ажурный болып пісті. Сонымен қатар бұл суға пісірілген болса да, сондай дәмді, ешқандай айырмашылығы жоқ сүтпен піскеннен. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, маған лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.